Пәкістан тарихында тек кітап оқып өскен бір қыз бар. Басты кейіпкердің өмірінде жоқшылық деген мүлде болмаған. Бала кезінен тек кітаппен сусындап өскен қыз. Оның әкесі Пәкістан премьер-министрі еді. Батыс күштері тарапынан айып тағылып, саяси қысым жасалып, әкесі өлім жазасына кесілген. Ал қызы болса студенттік жылдарынан ақ саясат әлеміне қадам басқан. Бұл қыз Пәкістан халқының арасында қара раушан гүл атанған Беназир Бхутто еді. Ол халықаралық деңгейде 20 ғасырдың ең беделді әрі қайшылықты саяси тұлғаларының бірі саналады. Гарвард пен Оксфорд университеттерін тәмамдаған. Зияткер, тәуелсіз және батыл саясаткер әйел болатын. Көпшілік оны атақты Мысыр патшайымы Клеопатрамен де салыстырады. Беназир 1953 жылдың 21 маусымында Пәкістанның Карачи қаласында ықпалды әрі ауқатты әулетте дүниеге келген. Ол отбасындағы тәрбиенің өзінің мінезі мен саяси көзқарасының қалыптасуына зор әсер еткенін естеліктері мен сұхбаттарында бірнеше рет атап өткен. Оның өміріндегі ең басты тұлға Пәкістанның демократиялық жолмен сайланған алғашқы жетекшілерінің бірі әкесі Зулфухар Али Бхутто болды. Атасы да, әкесі де саясаткер еді. Тіпті Бхутто әулетінің арғы аталары тарихта Үндістанның Синд аймағын басқарған билеушілер болатын. Батыста білім алған Бхуттолар отбасы либералды көзқараста еді. Беназир бала кезінде болашақта премьер-министр болсам, ешқашан пәранжа кимеймін деп армандаған. Өзінің шығыс қызы атты өмірбаяндық еңбегінде ол алғаш рет пәранжа киген сәтін былайша еске алады. Пәранжа кигенімде аспанның, гүлдердің бояуы жоғалып кеткендей болды. Өзімді қамауда отырғандай сездім. Бар дүние көз алдындағы торға тұтылып қалғандай еді. Біраз ойланғаннан кейін әкесі оған: «Қызым, сен міндетті түрде пәранжа киюге тиіс емессің. Сені киіміңе қарап емес, мінезің мен ақылыңа қарап бағаласын», деген екен. Консервативті қоғамның қысымына қарамастан Зулфухар Али Бхутто қызына еркін, білімді әрі қайсар болуға тәрбиеледі. Бала кезінен ақ олардың үйіне әлемнің түкпір-түкпірінен саясаткерлер дипломатиялық немесе бейресми сапарлармен келіп тұратын. Мысалы, Қытайдың алғашқы басшыларының бірі Чжоу Энлай, ақш-тың мемлекеттік хатшысы Хенри Киссинджер келген. Сол кездері Беназир Үндістанның әйгілі премьер-министрі Индира Гандимен де кездескен. Осылайша бала күнінен ақ ол саясаттың ортасында өсіп, әлемдік деңгейдегі тұлғалармен жүздесіп, болашақ көшбасшы ретінде қалыптаса бастады. Беназир әрдайым консервативті жүйеге қарсы шығып, қоғамды жаңғыртуды жақтаған. Алайда болашақ Пәкістан президенті Асиф Али Зардаримен некесі екі әулеттің келісімімен қиылды. Бұл елдегі ең ықпалды саяси әулеттің және ислам әлеміндегі ең бай отбасылардың бірі арасындағы неке еді. Саяси тұрғыдан бұл өте қуатты альянс саналды. Дегенмен Беназирдің өз айтуынша ол Асифтен ең алдымен өзінің прогрессивті көзқарастарын түсінуге және қабылдауға дайын ер адамды көрген. Ерлі зайыптылар екі қыз және бір ұл көрді. Кейін олардың балалары Ұлыбритания университеттерінде білім алды. 1977 жылы Пәкістанда генерал Мухаммад Зия Ул Хақ әскери төңкеріс жасайды. Сол кезде Пәкістанның премьер-министрі болған Беназирдің әкесі Зулфухар Али Бхутто тұтқындалады. Төңкерістен кейін елде әскери жағдай жарияланып, азаматтық соттардың орнын әскери трибуналдар басты. Олар көп жағдайда адамдарды өлім жазасына немесе өмір бойы түрме жазасына кесетін. Арнайы қызмет органдарына адамдарды сот шешімінсіз қамауға алу құқығы берілді. Бұл зұлмат Бхутто әулетінде айналып өтпеді. Беназирдің өзі түрмеге қамалды. Кейін ол естеліктерінде түрмедегі жағдайды былай сипаттайды: «Жаздың аптап ыстығында тар камера қайнаған пешке айналатын. Көзімнің терісі сыдырылып, бетіме бөртпелер шығып, шашым түсе бастады. Камера іші жәндіктерге толы еді. Адам төзгісіз жағдай менің денсаулығыма ауыр соққы болды». Ақырында Зулфухар Али Бхутто өлім жазасына кесілді. Көптеген әлемдік көшбасшылар, соның ішінде ақш президенті Джимми Картер, Үндістан премьер-министрі Индира Ганди,
КСРО басшысы Леонид Брежнев және Ұлыбритания премьер-министрі Маргарет Тетчер үкімді өзгертуге шақырғанымен жаза орындалды. Беназир өз өмірбаянында сол кезеңде үйлерінің маңында нөмірсіз көліктер үнемі тұратынын жазады. Арнайы қызмет өкілдері отбасының әр қадамын бақылап отырған. Үйге келген адамдар тек ресми түрде сөйлесетін, телефон әңгімелері тыңдалатын. Пәкістан қоғамының көпшілігі әйел адамның үлкен саясатқа келуін мүмкін емес деп санады. Мұсылман елінде әйелдің үкімет басшысы болуы көпшілікке қиял сияқты көрінді. Алайда Беназир Бхутто бұл кедергілерді бұзып өтті. Ол 2 мәрте Пәкістанның премьер-министрі болып, тарихта мұсылман әлеміндегі тұңғыш әйел үкімет басшысы атанды. Өлім аңғары арқылы өтетін саясат жолына қорықпай қадам бастым деген сөзі оның өмірлік ұстанымын дәл сипаттайды. Әкесі өлім жазасына кесілер алдында Беназир дипломат болуды армандамаған еді. Бірақ Зульфухар Али Бхутто қаза тапқаннан кейін ол Пәкістанның тұңғыш әйел премьер-министрі болуға бел буды. Бұл оңай шешім емес еді. Көпшілік оның әкесінің жазықсыз құрбан деп қабылдағанымен, мұсылман елінде әйелдің мемлекет басқаруы үлкен күмән тудырды. Беназир Бхутто бүкіл саяси ғұмырында гендерлік стереотиптермен күресті. 1980 жылдары ол түсік жасатуға рұқсат беру қажет деп, бұл әйелдің жеке таңдауы екенін айтқан. Алайда билікке келген соң бұл саясатты толық іске асыра алмады. Себебі оған дейінгі діни фундаменталистер мен әскери билік әйелдер құқығын қатты шектеп қойған еді. Ол бұл заңдарды толық жоя алмады. Сол үшін пәкістандық феминистер мен халықаралық құқық қорғау ұйымдарының сынына ұшырады. Соған қарамастан Беназир әйелдердің саясатқа араласуын кеңейтіп, қыздардың білім алу мүмкіндігін арттырды. Ұзақ уақыт бойы өлім жазасына қарсы болып, оны жоюға талпынды. Бұған әкесінің қасіретті тағдыры тікелей әсер еткен еді. 1988 жылы Пәкістанның әскери билеушісі төңкерісті ұйымдастырған генерал Мухаммад Зияул Хақ жұмбақ ұшақ апатынан қаза тапты. Осыдан кейін елде тікелей сайлау өтіп, онда Беназир жеңіске жетті. Пәкістан туының түсіне сай жасыл киім киген Беназир премьер-министр ретінде ант қабылдады. Ол өз өмірбаяндарында саясатпен кәсіби түрде айналысуды армандамағанын, саясатты мен емес, саясат мені таңдады деп жазған. Премьер-министр болған кезде ол екінші баласына жүкті еді. Қарсыластары бұл жағдайды пайдаланып, үкімет басшысы толыққанды жұмыс істей алмайды деген қауесет таратты. Бірақ Беназир кесір тілігі арқылы босанып, операциядан кейін көп ұзамай жұмысқа кірісті. Оның реформаларының барлығы бірдей сәтті болмағанымен, ол мұсылман әлеміндегі тұңғыш әйел үкімет басшысы ретінде Пәкістан тарихында жаңа дәуірдің символына айналды.